Баршаңызға сәлем, сіздермен Динара. Гриль табасында тауық төс етін дайындайтын боламыз. Тауықтың төс еті осындай мұздатылған болса, осылайша ертемін. Табаққа су құйып, 2 ас қасық тұз қосып, осылайша ертемін. Шамамен 1 немесе 2 сағат кетеді. Еріген тауықтың төс етін артық майларын және сүйектерін кесіп аламыз. Тауықтың төс етін тазалап болғаннан кейін осылайша бөлетін боламыз. Әр бөлшегін осылайша қойып, итальянский трава приправасын сеуіп шығамыз. Екінші бетінде дәл солай сеуіп шығамыз. Жарты сағат өткеннен кейін осылайша еттің бетіне май жағып немесе сеуіп шығамыз. Мен сүйек май қолдандым. Негізі зәйтүн майында қолдануға болады. Гриль табасын баяу отта қыздырып алғаннан кейін осылайша етімізді салатын боламыз. Осылайша еттің шеті ағарған кезде аударатын боламыз. Осылайша әр бетін 3 рет аударып отырамыз. 3 минуттан пісіру қажет. Осылайша гриль табасында дайындалған тауық төс етін фольгаға орап, духовкаға тағы да бір 10-15 минут пісіретін боламыз. Мінеки осылайша дайындалған тауықтың төс еті отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер.